Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін бізде мимоза салаты өте тойымды салаттың бірі болып келеді. Бұның жасалуы өте оңай әрі күнделікті, үй жағдайында қолжетімді көкөністерден тұрады. Ең әуелі картошкамызды үккіштен өткізіп алып, оның үстіне тұз және де жұқалап майонез жағып аламыз. Ары қарай менде консервіленген скумбрия балығы. Бұл балықтың орнына шпрот қолдансаңыз да болады. Ары қарай мен балықты жайып алатын боламын. Жан-жағына жеткізіп жайып алғаннан кейін жұқалап майонез қосамын. Міндетті түрде каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін баса отырыңыз. Балығымыздың үстіне енді біздер үккіштен өткізілген сәбізімізді салып аламыз. Сәбізді де дәл сондай жан-жағына жеткілікті етіп жайып аламыз. Оның үстіне қалауынша уақтап туралған пияз қоссаңыз болады. Және де тұз саласыз. Енді жұмыртқаның сарысын салатын боламыз үккіштен өткізіп. Жұмыртқаның ағын өткіземіз. Барлығын тегістеп жайып алып, енді келесі бізде сырымызды өткізетін боламыз. Міндетті түрде үй жағдайында дайындап көріңіздер. Жасалуы өте тез. Енді біз бұның бетіне әсемдеп укроп сепсеңіз де болады жан-жағына. Өз қалауыңызша әсемдейсіз, ас болсын.